Асан қайғы бабам айтқан жердің жәннаты жетісу. Көктем 3 ай, жаз 3 ай, күз 3 ай, қыс 3 ай. Енді жердің жәннатына 7 ай дегенде ренжімеңдер, жаздарын қапырғыстық. Бурабай, Катонқарағай, бір бәле дегендерің ренжімеңдер, олардың қысы ұзақ суық. Асан қайғы бабам айтқан жердің жәннаты Текелі қаласы. Бұл жерде толмақ түгіл, бұл жерде өлу дарман. Азия бойынша екінші ұзын сарқырама мынау Қорасайдың басында асфальт төсеп отыр. Бір жылдан соң бұйырса жанады бұл жақ, өртенеді. Азия бойынша, Орта Азия ма, жалпы Азия ма білмеймін, әйтеуір сондай. Гуглдан теріңдер, көресіңдер. Бұны тілмен айтып жеткізе алмаймын. Бұндай көркем жерде мен секілді көркем мінезді, көркем жігіттер өмір сүруге ғана лайық десем бола ма, болмай ма? Лайк басыңдар да, негатив жазыңдар, активті көтерейік, кәне достар. Көтерейік, тикток, ютубты жандандырайық. Алдымнан кесегүлдінің өте шықпаңдар, тәканса қуам. Алдымнан чүбзің етіп өте шығасың, сосын қума дейсің, қашасың. Қалай қумайсың, алдымнан бір күлдінің өте шықса, тәканса қуамыз. Табиғаттан жылына 20 күн, 20 күннен кейін алмаңда, өрігіңде, мыналарында гүлі түседі. Сосын тек қана жап-жасыл болып қалады енді. Гүл жоқ, бірақ жасылдығын жібермейді. Жаңағы айтқандай, Асан қайғы бабам айтқандай, көктемі көктем сияқты, жазы жаз сияқты, күзі күз, қысы қыс сияқты, жердің жәннаты жеті су. Осы менің үйім, ане, анау жасыл шатырдың артындағы этаж үй.